Саламатсыздар ма оқушылар? Жақсы көңіл-күймен сергіту сәтін бастаймыз. Мейірімді жүрекпен, ақ пейілді тілекпен, армандасып алайық, бір жадырап қалайық деп үй тапсырмасын тексерейік. Физикалық шамалардың өлшем бірліктерін халықаралық бірліктер жүйесіне келтіріп, сәйкестігін көрсетіңіз. Жолаушының жүрген уақыты 1 сағат. 1 сағатта қанша секунд бар оқушылар? Өте дұрыс, 3600 секунд бар. Пойыз жылдамдығы 108 км сағат. Біз оны неге айландырамыз? Біз оны метр секундқа айландырамыз. 108 мыңды 3600-ға бөлсек, яғни 30 метр секунд шығады. Ары қарай осы тапсырманың барлығын сәйкестендіріп орындап шығамыз. Бізде екінші тапсырма лабиринт әдісі. Бұл әдісте, яғни біз осы 6 тапсырманың халықаралық бірліктер жүйесін анықтап, біз лабиринттен шығуымыз керекпіз. 10 метр секундта қанша метр секунд бар? 1 сантиметрде қанша метр бар? Яғни 10 микросекундта 10 көбейтілген 10-ның -6 дәрежесі секунд бар екен. 1 сантиметрде 10-ның -2 дәрежесі метр бар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы, жаңа тақырып, механикалық қозғалыс және санақ жүйесі деп аталады. Сабақтың барысы: ұйымдастыру кезеңі, үй тапсырмасын тексеру, жаңа сабақты бекіту, бағалау, үйге тапсырма. Сабақтың мақсаты механикалық қозғалыс сипаттайтын шамалардың мағынасын түсіну, материалдық нүкте, санақ жүйесі, қозғалысының салыстырмалылығы, траектория, жол және орын ауыстыру. Екіншісі осы терминдерге сипаттама беру. Бізде ұйымдастыру кезеңі, яғни біз осыларды пайдаланып, бүгінгі сабағымыздың тірек сөзіне айналады бұлар. Бізді қоршаған әлемдегінің барлығын үздіксіз қозғалыста болады екен. Қозғалыс материялық дүниенің ажырамас бөлігі. Материя дегеніміз бізді айналада қоршаған бәрі материя деп аталады. Оған жатады ай, күн, ағаш, жан-жануарлар, өсімдіктер, машиналар, яғни бұлардың негізгі қасиеті бізде қозғалыс екен. Материя қасиеті қозғалыс. Машина қозғалады, ұшып бара жатқан ұшақ ұшады, жүзіп жүрген балықтар жүзеді, қозғалады, аспандағы қалықтаған бұлттар қозғалады. Алайда оларға ортақ бір қасиет бар екен. Барлығы жерде бір денеге қатысты қозғалады екен. Яғни ол дегеніміз жүзіп жүрген балықтар, суда өсетін балдырларға қатысты қозғалады. Әрбір дене басқа бір денеге қатысты өзінің орнын ауыстырады екен. Сол дене арқылы зерттелініп отырған дененің қозғалысы салыстырмалы түрде анықталады екен. Сонымен механикалық қозғалыс дегеніміз не? Механикалық қозғалыс дегеніміз уақыттың өтуіне қарай басқа денелермен салыстырғанда оның орнының ауысуы мен өзгеруі. Траектория дегеніміз дененің немесе материалдық нүктенің қозғалыс барысында сызық түрінде қалдырған ізі. Бірінші суретте шаңғышының жүрген жолы, ол яғни траекториясы, ізі. Екінші суретте жаяу жүргінші және машинаның қозғалысы, траектория. Үшіншісінде самолеттің ұшуы, траектория. Және де төртіншісі жерді күн айналуы, яғни бұл да траектория болып саналады екен. Енді бізде жүрілген жол дегеніміз ол траектория ұзындығы. Жолды біз метрмен өлшейміз. Оның несі физикалық шамасы S деген әріппен белгіленеді. Орын ауыстыру дегеніміз траекторияның бастапқы және соңғы нүктелерін қосатын бағыттаған кесінді. Орын ауыстырудың өлшем бірлігі метр. Яғни ол векторлық шама болып саналады екен. Векторлық шама деген сандық мәні мен бағыты болатын шамаларды айтамыз. Мына екінші суретте бізде траектория берілген, яғни А және Б пункті. А бастапқы жаңағы бірінші нүктесі болса, Б деген соңғы нүктесі, яғни екеуін қосатын болсақ, ол бізде орын ауыстыру болып саналады екен. Ары қарай бізде материалдық нүкте дегеніміз қарастырып отырған жағдайда өлшемдерін ескермеуге болатын шамаларды айтамыз. Ол дегеніміз өлшемдерін ескермеуге болатын шамалар. Мысалы, күнге қатысты планетаның қозғалысын сипаттайтын болса, олардың арақашықтығын салыстырғанда планетаның өлшемі көп кішкене ғана болады екен. Біз
күнге қатысты планетаның қозғалысын материалдық нүкте деп қарастырамыз. Санақ денесі дегеніміз, яғни қозғалыстағы денені қарастыру үшін белгілі бір денеге қатысты айтамыз. Қатысты айтылған денені санақ денесі деп айтамыз. Немесе санақ денесі дегеніміз қозғалыс оған салыстырыла қарастырылатын дене. Енді келесінде видеороликті тамашалаңыздар. Күнде болсыз аспанға қараған кезде кішкентай жарық нүктелерді көреміз. Олардың жұлдыздар, планеталар немесе өзге де астрономиялық денелер екенін білеміз. Негізінде олардың өлшемдері өте үлкен. Оған қарамастан біз оларды нүкте ретінде қабылдаймыз. Ғарыштағы денелердің қозғалысын зерттеу кезінде астрономдар оларды материалдық нүкте ретінде қарастырады. Дененің орнын анықтау үшін біз санақ нүктесін табу керекпіз. Бұл объект дененің орнын сипаттауға негізделген. Нүктені белгілеу арқылы біз санақ жүйесіне қатысты дененің орнын дәл анықтай аламыз. Мысалы, біз жерге қатысты санақ жүйесінде ұшақтың орнын анықтай аламыз. Біз оның географиялық координаталарын білеміз. Немесе санақ жүйесін қолдана отырып, сол нүктенің орнын көрсетеміз. Математикалық координата жүйесі өте қолайлы санақ жүйесі болып табылады. Сонымен санақ жүйесі дегеніміз қозғалысты қарастыру барысында біз белгілі бір денені салыстыра, сол денеге координата жүйесі байланысқан болу керек, және оның уақыты болу керек. Суретте координата берілген X өсі бар. X өсінің O нүктесі ағаш байланысқан санақ денесі деп аталады. Осының барлығы санақ денесін құрайды екен. Біз бүгінгі сабағымызды бекіту мақсатында оқушыларға кішкене тест тапсырманы бергім келіп отыр. Осының орнында дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Сосын кері байланыс. Білгенім, не білдім, үйрендім, не білгім келеді. Осыған кішкене айтып өтсеңіздер. Бағалау. 5 болсын алар бағамыз. Білім менен бақыт табамыз. Өнер, білім, көп бақыт, өсе берсін санамыз деп өздеріңізді бағалап өтсеңіздер. Және де үй жұмысы механикалық қозғалыс тақырыбын оқып келеміз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.